Келесі сұрақ, Python бағдарламалау тілінде жалған тұжырым дейді. Жалған тұжырым қайсы болады екен бұл бізде? Негізгі программа тікелей түрде кез келген ішкі программаны шақыра алады дейді. Шақыра алады. Ішкі программа дегеніміз def-пен жасалатын бізде функциялар. Яғни def, мысалы, abc деп бір не береміз, да? Яғни шақыра аламыз мұнаны кез келген жерінде. Ішкі программа кез келген ішкі программаны шақыра алады. Ол да дұрыс. Яғни бұл бізде уже рекурсия болып кетеді. Рекурсия болады, немесе өз-өзін шақырады, немесе басқа функцияны шақырады. Ол да болады. Бұл да дұрыс. Яғни дұрыс емес, бұл дұрыс. Дұрыс емес, короче. Түсініп алдыңдар ғой. Ішкі программа өз-өзін шақыра алады. Не, айтып отырғам жаңа рекурсия. Бұл да дұрыс тұжырым, сондықтан дұрыс емес жауап. Д жауабы негізгі программа жанама түрде өзін-өзі шақыра алады. Жанама түрде емес, бұл жауап бізде дұрыс емес, сондықтан дұрыс. В общем, түсінікті, да?